Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте оңай әрі тез дайын болатын осындай дәмді рогаликтер жасауды көрсететін боламын. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамырына бізге сүзбе қажет болады. Және де сүзбенің үстіне сары май қосамыз. Оның үстінен ас қасықпен 2 қасық толтырмай қант қосамыз. Және де барлығын араластырамыз. Сосын шай қасыққа толтырмай қосқыш саламыз. Және де соны ұнмен араластырып, ұнымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Онда бірден салмай, бөліп салып отырсаңыздар, қамыр жұмсақ болып әдемі шығады. Дайын болған қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлігін осылай 1 мм қалыңдықта жайып шығамыз. Және де видеода көрсетілгендей осылай бөліктерге кесіп шығамыз. Салмасына мен өзім үйде жасаған алмадан жасалған джемді қостым. Оны өзгерте берсеңіздер де болады. Орнына сүзбе қоссаңыздар да болады. Немесе мейіз салсаңыздар да болады. Немесе тағы үйде қандай тосап вареньелар бар, сондайдан қоссаңыздар болады. Алмадан жасалған джемнің рецептісін мен жоғарыға ссылкасын қалдырып кетемін. Сол арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Кесілген бөліктерді осылай әдемілеп орап шығамыз. Сосын дәл осы уақытта пешті 180 градусқа қосып қойыңыздар. Сіздер орап болам дегенше ол қызып тұра береді. Қыздырылған пеште 15 минут пісіреміз. Міне рогаликтеріміз өте тез дайын болды. Бетіне аздап қант ұнтағын қоссаңыздар болады. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Сіздердің ең сүйікті рецептеріңізге айналады деген ойдамын. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі шыққан видеоларым сіздерге көрініп тұрады.